бір ғасыр және бір жыл бұрын шыққан Америка трагедиясы, авторы Теодор Драйзер. Бұны бізде аударған 1960 жылдары шамамен 3 автор, 3 аудармашы қазақ тіліне аударған, және осы жылы оны ақшамдап, осындай қазіргі адамдарға ыңғайлы болсын деп бір кітапқа 2 кітапты қосып ақшамдаған Отбасы хрестоматиясы баспасы. Яғни қазақ тілінде американдық ең танымал шығармалардың бірі. Кітаптың аты Америка трагедиясы болса да, басты кейіпкер typical American boy, арманы және дәл сондай өзі сияқты жай ғана байлық, мансап, әдемі үй, әдемі қыз, одан басқа да ештеңе керек емес. Баққаны тек қана ақша және ақша оған барлығын алып келеді деп сенеді. Ал әке-шешесі қанша жерден дінге жақын уағызшы адамдар болса да, яғни баласын қаншалықты тура жолға, дұрыс жолға бір адал жүруіне тартқысы келсе де, бала өзінің дегенін істеп, оған жаққа кете берді. Және сол өзінің таңдауларының салдарынан зардап шекті десем қателеспеймін. Оқыған кезде соңына дейін бір үміт болды. Оянар ма екен, ол өзінің қателіктерінен бір сабақ алар ма екен, немесе бір нәрсені үйренер ме екен деген секілді бір қателіктен кейін отырып ойланып, осы жерде қате істедім-ау, өзінің ішіне бір ар-ұяты бар, негізі бірдемені айтып тұратын, бірақ оны тыңдамайды. Және әке-шешесі де оған қанша ақыл айтса да оны тыңдап жатқан бала жоқ. Сөйтіп өзінің басы оған жаққа кете береді. Және бұл кітапта қазіргі таңда бір ғасыр бір жыл өтсе де, яғни 101 жыл, 1925 жылы шыққан кітап болса да, 101 жылдың ішінде Америка трагедиясы емес, бір адамзат трагедиясы секілді. Қазіргі таңда да дым өзгерген жоқ адамдар деп ойлаймын. Өйткені шыны керек осы өзімнің ортамда тіпті жиі естіп жатамын қыздар мен жігіттерден, әртүрлі жастарда, қандай жас болсын, қазір тіпті Қытай балаларының өздері бір 5-6 оқитын оқушылардың өздері осыны әңгіме айтып жатады. Яғни бір баққанда тек қана ақша, әдемі үй, әдемі киім және соның арқасында бақытты болам деп ойлайды. Одан артық бір өзінің потенциалын жарып шығамын, бір білімді болам, басқа бір ешқандай арман мақсаты жоқ өмірде деген, тек әдемі киім сатып алса болды, өзінің бір тек өзінің сырт әлпетін, бейітін, жүріс-тұрысын ойлап қалған, өзінің өмірінен басқа ешкімнің өмірінде шаруасы жоқ, ешқандай бір жақсы қасиеттері жоқ, сондай бір кейіпкерлер кездеседі бұл кітапта. Және қазіргі таңда да сондай адамдар әлі баршылық екені өте өкінішті. Және ең қызығы, басты кейіпкер өзі қандай, оған дәл сондай бір қыздар жолығады, яғни тенімен тезек қабымен деген сияқты шығар. Өйткені өзі қандай бір сол ақша, сұлулық тек көзге көрінетін, бірақ ішкі жан дүниесі толығымен шіріп қараңғылыққа батып жатса да ешқандай онымен шаруасы жоқ. Дәл сондай қыздар кездеседі, тек қана өзінің бетін, сырт әлпетін баққан, тек айналдырған 1045 жігітпен сөйлесіп, соның басын айналдырып, олардың ақшасын қолданатын. Өзі де сондай бір кедей момын қызды көрсе, оның басын айналдырып, тек жан дүниесі емес, тәнін де қолданып, оны бір болашағын, тағдырын сындырып, сондай бір жаман күнә жасауға тіпті тартқыштаған жігіт болып шығады соңында. Сондай өте өкінішті, өйткені ол басында оны алдайды деген сияқты, содан кейін ол басқаларды алдайды, сөйтіп бір порочный круг жалғаса береді. Ол керісінше бір кек алам деп дүйім дұрыс өзімен өзі жүрген қыздардың тағдырын сындырады, немесе кейін тіпті байлық пен сұлулық екеуі оның андай бір ең слабость деген өзінің типаж қыздары бар, солар емес, оны құртатын, ол өзі ұстай алмайтын, басы оған жаққа жүре беретін, бір есуас, білмеймін қалай қатты айтсам да, осы таң қалып тұрмын, Құдай сақтасын бұндай адамдардан. Өйткені бірақ қазіргі таңда сондай бар, кіммен сөйлесетіні, не кіммен қандай адамның шынымен жан дүниесін және жақсы ниетін, пейілін аңғара алмайды. Не жақсы адамның жаман екенін, не жаман адамның жаман екенін аңғара алмайды, не жақсы адам жақсылығын қабылдай алмайды. Сөйтіп өзіне өзі ор қазып, өзі сол орға түсіп, ақыр сонда қорыққан нәрсесіне жетеді. Міне сондай ауыр, ащы, шындық жазылған кітаптардың бірі. Оқуға міндетті түрде тұрарлық. Бұл автордың екінші оқыған кітабым. Екінші оқыған кітап болса да, бірінші финансист оқыған болатынмын. Сол кеңес беремін оқуға. Осымен болды. Сау болыңыз.